Пайғамбарымыздың хадистерінде келеді. Тамақ жеп болғаннан кейін кімде-кім Алхамдулиллахи разақанихи мин ғайри хаули минна вала қуа деп айтса дейді. Қазақша айта берейікші енді. Қазақша. Бізден ешқандай күш қуат талап етпей ризықтандырған, тойдырған Аллаға мақтау болсын деп айтса, қазақшасында айтса, проблема жоқ. Алла тағала оны дастарханнан тұрған бойда кешіріп қояды дейді. Тамақ жеп күнәсі кешіріп кетуге болады ғой адам. Просто жолдарын білу керек та, инструкциясын. Көрдіңіздер ме қажекелер? Тіпті қараңыздар. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам хадистерінде келеді. Алла тағала бір пендесінің перзентін алады дейді. Енді өмір ғой, өмір. Әр түрлі нәрсе болуы мүмкін. Өткенде менен шетінеген балалар туралы сұрадыңыздар ғой, Алла тағала бір пендесінің перзентін алады дейді. Сонда періштелерден сұрайды дейді. Әй періштелерім, сендер менің сүйікті пендемнің перзентін алып қойдыңдар ғой деп айтады дейді. Енді Алланың рұқсатымен алынып жатыр ғой барлығы. Сонда періштелер, біз оның несін алдық дейді. Яғни олардан алдық біз аманатты дейді. Сендер олардың дейді, жүрегінің жемісін алып қойдыңдар ғой дейді. Яғни ең қатты жақсы көретінін алып қойдыңдар ғой дейді. Біз алдық дейді Алла тағала. Періштелер айтады. Олар не деді деп айтады дейді. Сендер оны алған кезде олар не деді деп айтады. Сонда олар Аллаға мақтау айтты дейді. Біз алып атқан кезде бізге берді, қайтадан бізден алды деп Аллаға мақтау айтты да, және біз Аллағамыз, және оған қайтамыз деп айтты. Ешкімнің мүлкі емес. Бәрінікі Алланікі, бәрі Алланың мүлкі деп айтты дейді ғой. Сонда Алла тағала айтады дейді. Олай болатын болса, сол пендем үшін жәннаттан үй тұрғызыңдар да, ол үйдің атын хамд деп атаңдар дейді. Мақтау үйі деп атаңдар деп айтты дейді. Көрдіңіздер ме? Не деп айтқандығы үшін? Бізден алса да Аллаға шүкір. Бәрі, енді ол үкім етілген нәрсені ешкім өзгерте алмайды Алладан. Алладан үкім етілген нәрсені ешбір жаратылыс өзгерте алмайды. Жәбірейілдің өзі, Әзірейілдің өзі кешіктіре алмайды оны. Көріп жатсыздар ғой. Сондықтан әр сәт, әр қашан біз не айтуымыз керек екен, қажекелер? Әрбір іс біткеннен кейін Аллаға шүкіршілігіміз таусылмасын. Өйткені Алла Құранда айтады, шүкіршілік ете берсеңдер, мен арттырудан жалықпаймын дейді Алла тағала. Кім шүкірлік етеді, оған бере берем дейді Алла. Аллаға мына дүниенің қазынасының барлығы Аллаға түк емес, қажекелер. Түсініп жатсыздар ғой. Біз арпалысып жүрген мына дүние бар ғой, ол Аллаға шыбынның қанаты құрлы құнды емес, қажекелер. Аллаға ең құнды нәрсе не ол? Аллаға ең құнды нәрсе біздің мұсылман болуымыз. Иман құнды Аллаға. Иманымыз ең басты нәрсе. Кетті ма? Үшінші нәрсе, қажекелер. Бұл екінші сөз. Жаттап атсыздар ма, қажекелер? Жатты. Үшінші сөз дейді, егер тілінде немесе басқа бір дұрыс емес нәрсені жасап қойса, тілінде бос сөз кетіп қалды, или басқа бір нәрсе жасап қойса, дереу не деп айтсын дейді? Астағфирулла деп истиғфар айтсын дейді. Алла кешір, мынау байқамай айтып қойдым, астағфирулла деп кешірім тілеп, немесе дұрыс емес істеп қойса кешірім тілей берсін. Біз ол туралы біз кеше Меккеде арнайы не жүргіздік? Сабақ жүргіздік. Истиғфар туралы. Дұрыс па, қажекелер? Бүкіл өмірдің кілтін ашатын, қиыншылықты жеңілдететін, жабылған есіктердің барлығы ашылатын қолдағы кілт бұл не екен? Истиғфар екен. Ол туралы арнайы біз шығарамыз, Құдай қаласа YouTube-қа да шығарамыз. Сондықтан оның ішіне ары қарай кірмей қояйық. Демек, дұрыс емес сөйлеп қойсаң, бізде үлкендер айтады, астапыралла дейді ғой. Сол ғой астапыралла ғой. Ол жерде П мен Г ауысып кеткен болды. Астағфирулла мен астапыралла. Екеуі бір жобаласады, Құдай қаласа. Тек дұрыстау керек, шамал. Үшіншісі болса, бұл енді төртіншісі дейді. Егер де бірдеңені істейтін болса, дейді, қажекелер, болашақтың еншісінде. Мысалға, қазір ішке барам да, базарға барам деп атсыз. Қасына нені қосып қоя сал дейді? Құдай қаласа, иншалла деген сөзді қосып қоя сал дейді. Төртінші сөз дейді, болмайтын нәрселер, қажекелер, байқап атсыздар ма? Болмайтын нәрселер. Бірақ бұның артында бағанағы 5 сыйлық бар, 5 сыйлық. Қазір Құдай қаласа ішке барғаннан кейін ана неге барам, жайнамаз алам, атын жаздырам деп айт. Солай, Құдай қаласа деп айтыңыз дейді. Бұйырса деген сөз бар ғой бізде. Ол да соған кіреді, қажекелер. Кім бұйыртса деген ол? Құдай бұйыртса, Алла бұйыртса деген. Ал енді оны қазір иншалла деп қолданады. Иншалла деген Алла қаласа деген. Проблема жоқ. Қайсысын қолдансаңыздар да.
Ең бастысы сол осы табир дейді, о мәтін айтылса болды. Осы табир айтылса болды. Бұған не себеп қажекелер? Өйткені кейде біз бар ғой, енді Құдай сақтасын, я Құдай жоқ, я пайғамбар жоқ, жібере береміз ғой әңгімені. Бүйтем мен, сөйтем мен, өйтем. Пайғамбардың өзі бүйтем, сөйтем деген бар ғой, істей алмай қалған ғой. Білесіздер ғой, мына сүренің түсуіне себепші болған, мүшриктер Мединадан келеді, яһудилерден 3 сұрақ сұрап келеді. Жер бетін кезген кісі кім? Үңгірде ұйықтаған 3 ғасыр бойы кім? Және рух деген не деген 3 сұрақпен келеді. Сонда пайғамбарымыз дейді, ертең келіңдерші дейді. Ертеңіне келеді ғой, уахи жоқ қой, Құран аят түспеген. Жауап берейін десе. Аналар енді бір жерлерін ашып күліп жатыр. Сендердің сеніп жүрген Мұхаммедтердің құлақтарынан